балалар, қазір біз 93.860-ты 52-ге қалай бөлеміз? Соның жолдарын көрсететін боламын. 93.860-ты 52-ге бөлу үшін бірінші 52-ге бөлінетін толымсыз бөлінгішті тауып аламын. Ол 93 саны. 93 санының ішінде 52 бір реттен. 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2. Мен оны мына 3-тің астына жазамын. 5 пен 1-дің көбейтіндісі 5. 93-тен 52-ні азайтамын. 3-тен 2-ні азайтсам 1, 9-дан 5-ті азайтсам 4. 41. 41 саны 52-ден кіші сан, сондықтан мен мына жерде балалар 8-ді түсіремін. 418. 418-ді 52-ге бөлу үшін жәнегі 5 41-дің ішінде неше рет екенін анықтап аламыз. 8 бен 5-дің көбейтіндісі 40 олай болатын болса, балалар 52-ні 8-ге көбейтіп көреміз. 2 мен сол кезде мына екінші біздің толымсыз бөлінгішіміз 418-ге жоқ сан шығу керек. 2 мен 8-дің көбейтіндісі 16, 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40, ойдағы 1 мен 41. 416 балалар, 418 санынан кіші сан, сондықтан біз жәнегі 8-ден береді екенбіз. 2 мен 8-дің көбейтіндісі 16, бірі ойда, 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40, ойдағы 1 мен 41. 418-ден 416-ны азайтамын. 8-ден 6-ны азайтсақ 2. Келесі балалар 6-ны түсіремін. 26. 26-ны мен 52-ге бөле алмаймын. Сондықтан мына 0-ді де түсіремін. 2 санды бірден түсіргендіктен балалар мен 6-ны да түсірдім, 10-ды да түсірдім. Сондықтан мына мәніне 1 0-ді жазамын. Енді балалар 260-ты 52-ге бөлуім керек. Ол үшін 26-ның ішінде 5 неше реттен екенін анықтап, тағы да черновигімізге есептеп көреміз. 26-ның ішінде 5 реттен, 5 пен 5-дің көбейтіндісі 25. Олай болатын болса, 52-ні 5-ге көбейтіп көреміз. 2 мен 5-дің көбейтіндісі 10, 5 пен 5-дің көбейтіндісі 25, ойдағы 1 мен 26. 52 мен 5-дің көбейтіндісі балалар 260 екен. Ол біздің мына үшінші толымсыз бөлінгішімізге сәйкес келеді. Сондықтан мен 5-тен беремін. 2 мен 5-дің көбейтіндісі 10, бір ойда, 5 пен 5-дің көбейтіндісі 25, ойдағы 1 мен 26. 260-тан 260-ты азайтамыз. 0 болады. Олай болса, 93.860-ты 52-ге бөлгенде 1805 саны шығады екен.